Ахмет Қуанұлы Жұбанов академик, профессор, өнертану ғылымының докторы, қазақтың алғашқы кәсіби композиторы және сазгері. Ол Ақтөбе облысы Темір ауданының Ақжар деген жерінде 1906 жылы 29 сәуірде өмірге келген. Ахметтің әкесі Қуан балаларын оқытуды армандайды. Осы ниетпен Темір уезіне берілген екі мектептің бірін өз ауылында ашқызады. Ахмет Құсайын есімді мұғалімнен домбыра, скрипка және мандолин тартып үйренеді. Нотадан да хабары болады. 5 жастан асқан Ахмет осы аспаптардың бәрінде ойнап кетеді. Ахметтің әкесі Қуан 1919 жылы қайтыс болады. Содан кейін 13 жасар Ахмет оқудан қол үзуге мәжбүр болады. Келесі жылы әкеден қалған аз ғана мал жұтап, үй ішінің бар ауыртпалығы баланың басына түседі. 1924 жылы сазгер ауыл комсомолына мүше болады. Содан кейін кәсіби білім алу үшін Ленинградқа оқуға түсіп, 1932 жылы оқуды бітіріп аспирантураға түседі. Ахмет Қуанұлы қазақтың музыкалық мәдениетін зерттеп тануда, жорып түсіндіруде және жүйелеп насихаттауда жаңа сапалы биіктерден көрініп, кезеңдік мәні бар қажыр қайрат көрсеткен тұлға. Ол кезіндегі музыкалық білім сатыларының бәрінен өткен кемел білім иесі. Оған қоса тәңірі тал бойына ғажайып қабілетпен ұлтжандылық сезімін дарытқан Ахмет Қуанұлы 1933 жылы Алматы музыкалық драма училищесіне ұстазы қызметке келеді. 1934 жылы бір топ домбырашының басын қосып, қазақ ұлт аспаптар оркестрінің негізін қалап, өзі көркемдік жетекшісі әрі дирижері болады. Ахмет Қуанұлы өз құрған оркестрге Құрманғазының атын береді. Ол сондай-ақ Жамбыл атындағы мемлекеттік филармонияны ашып, консерватория мен ұлттық ғылым академиясының негізін салушылардың бірі болды. Ахмет Қуанұлы бірнеше күрделі музыкалық шығармалар және Қарлығаш, Ақкөгершін атты әндерін, Ария, Көктем сынды туындыларын, Латиф Хамидимен бірге Абай, Төлеген Тоқтаров операларын жазып қалдырған.